Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қатыстық және сапалық сын есімдер. Сабағымыздың мақсаты сын есімнің мағыналық ерекшелігін таныту, жасалу жолдарын ажырата білуді меңгерту. Біз сендермен өткен сабақта сын есімнің жасалуына тоқталып, сын есім тұлғасына қарай, құрамына қарай, қандай түрлерге бөлінетінін айтып өткенбіз. Ал бүгінгі сабағымызда сын есімнің мағыналық түрлеріне тоқталамыз. Сапалық және қатыстық сын есімдер. Сын есімдер екіге бөлінеді: сапалық негізгі және қатыстық туынды. Сапалық сын есімдер негізгі түбір сын есімнің өзінен болып, мағынасы жағынан заттың әр алуан сыр-сипатын тікелей анықтайтын сөздер болып табылады. Түрі мен түсін анықтайтын сөздер: ақ, көк, қара, қызыл, сұр. Мысалы, көк аспанда ақ көгершін қалықтап жүр. Ақ, көк сапалық сын есімдер. Сыры мен сапасын анықтайтын сөздер: жақсы, жаман. Мысалы, біз сабақта жақсы және жаман істер туралы талқыладық. Жақсы, жаман сапалық сын есімдер. Көлемі мен салмағын анықтайтын сөздер: үлкен, кіші, ауыр, жеңіл. Мысалы, кіші інісі үлкен ағасын тыңдап тұр. Кіші, үлкен сапалық сын есімдер. Дәмі мен иісін және басқа да қасиет белгілерін анықтайтын сөздер: ащы, тәтті. Мысалы, ащы бұрыш астың дәмін келтіреді. Ащы сапалық сын есім. Қатыстық сын есімдер дегеніміз заттың белгісін, сыр-сипатын басқа бір заттың немесе іс-амалдың қатысы арқылы білдіретін сөздер. Қатыстық сын есім екі түрлі жолмен жасалады: есім сөздерге жұрнақтар жалғану арқылы, етістікке жұрнақ жалғану арқылы. Қатыстық сын есім жасайтын жұрнақтар. Есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар: л, л, д, д, т, т. Сыз, сіз, ғ, г, қ, к, лық, лік, дық, дік, тық, шыл, шіл, дай, дей, тай, тей, қой, қор, пас, кер, гер, и, і. Осындай сын есімдер шығады: ұлы, қадірлі, ақылды, білімді, ардақты, көрікті, айсыз, мезгілсіз, таңғы, түнгі, қысқы, кешкі, сұлулық, әдемілік. Мысалы, ұлы Абайдың қара сөздері тағылымға толы. Ұлы қатыстық сын есім. Қадірлі қонақтарға да дастархан жайылды. Қадірлі қатыстық сын есім. Ақылды баланың ойы жүйрік. Ақылды қатыстық сын есім. Білімді ұрпақ ұлт болашағы. Білімді
қатыстық сын есім. Ардақты әке балаға қамқоршы. Ардақты қатыстық сын есім. Етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар: ғақ, ек, қақ, кек, ақ, ек, ық, ік, қ, к. Ғыш, гіш, қыр, кір, шақ, шек, ынды, інді, ынды, үнді, малы, мелі, палы, пелі, балы, белі, ымды, імді, ымды, үмді, аған, еген, улы, өлі, ма, ме, ба, бе, па, пе, ыңқы, іңкі, ыңқы, іңкі. Осындай сын есімдер шығады: қатқақ, үркек, домалақ, тапқыр, алғыр, ұялшақ, пысық, білгіш, ұстамды. Мысалы, қысты күні жолда қатқақ болады. Қатқақ қатыстық сын есім. Үркек ат далаға қарай қашты. Үркек қатыстық сын есім. Сөреде домалақ қарбыздар тұр. Домалақ қатыстық сын есім. Ал енді балалар, айтылған ережелерді дәптерімізге жазып алғаннан кейін бекроним әдісі бойынша жаттығу жұмыстарын орындаймыз. Сендерге мысал ретінде мамандық сөзі беріліп отыр. Осы сөздің әр әрпіне сын есімдерді құрастырып, ол сын есімдердің сапалық немесе қатыстық сын есім екенін айқындап жазып отырамыз. Мысалы, мамандық сөзінің бірінші әрпі «м». Осы әріпке байланысты милы сын есімін құрастырып, ол сын есімнің қатыстық сын есім екенін жазып қоямыз. Қалған әріптеріне өздерің сын есімдерді құрастырып, қатыстық немесе сапалық сын есім екенін айқындап жазып қоясыңдар. Сендердің мамандықтарың жөндеуші слесарь болғандықтан, екінші сөзіміз жүргізуші сөзін алып отырмыз. Мысалы, бірінші әрпі «ж» сын есім жасыл. Жасыл сапалық сын есім болады. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін күнделікті сабақта орындап жүрген өзімізге таныс Вен диаграммасын толтырамыз. Яғни сапалық сын есім мен қатыстық сын есімнің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып жазамыз. Жаттығу жұмыстарын және Вен диаграммасын орындап болғаннан кейін борт журналын толтырамыз. Бірінші бағанға берілген тақырып бойынша маған не белгілі, мен не білемін деген сұрақтарға жауап жазамыз. Екінші бағанға тақырыптан қандай жаңалық туралы білдім деген сауалға жауап береміз. Ал енді, құрметті білім алушылар, үй тапсырмасын жазып қояйық. Сапалық және қатыстық сын есімдердің ережесін жаттау, мысалдар келтіріп, сөйлемдер құрастырып жазу. Сабағымыздың соңында кері байланыс парағын толтырып, EduPage бағдарламасына үй тапсырмасын жазба жұмыстарыңды дәптерлеріңе
орындап жібереміз және де кері байланыс парағын толтырамыз. Бүгінгі сабақта қандай сезімде болдыңдар? Бүгінгі сабақ қандай ой салды? Қашықтан оқыту барысында өзіңді қалай сезінесің деген сұрақтарға жауап жазып жіберулеріңді сұраймын. Орындап жіберген тапсырмаларың мынандай критерийлер арқылы бағаланады. Тақырыптың ашылуы, тапсырмалардың дұрыс және толық орындалуы арқылы және сауатты жазылуы бойынша бағаланады. Вен диаграммасын, борт журналын толтыру жүйелілігі, ұқыптылығы, түсініктілігі бойынша бағаланады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.